Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода мен сіздерге сіздердің сұрауларыңыз бойынша чокер жасауды үйрететін боламын. Міне, чокер обыкновенный. Сіздер ол жерге әртүрлі стразалар жасасаңыз болады, немесе просто обычный бір түсті қылсаңыздар болады, өздеріңіздің вкустарыңызбен. Енді самый главный керек заттар, ол сіздерге застежка керек болады. Застежка, застежканы қосу үшін осындай өзінің специальный домалағы заты керек. Үстіп тағылады. Міне, ол бізде бар. Және де 60 сантиметр леска алатын боламыз. Мен шокерімді бір түсті қыламын. Ол менде жасыл түсті болады. Ал бұл видеодан бастамай тұрып, мен видеома лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Және де мені жаңада шыққан видеоларымнан қалып қоймас үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер. Ал кеттік. Біздің застежкамыз шығып кетпес үшін біз лескадан кіргіземіз застежкаға. Тартамыз. Қараңыздар. Үстіп тұрады. Үш рет байлаймыз. Байладық, сонда үстіп тұрады бізде лескамыз. Екеу болып. Бұл екі леска болып тұрған не үшін керек екен, кешірек айтатын боламын. Лескаға 10 шақты бисер саламыз. Міне мен 10 шақты бисер салдым. Мынау екінші шығып тұрған лесканың соңын сол 10 шақты бисердің ішіне кіргіземіз. Салдым. Сонда тағы да қалып тұр. Ол жерін біз шықпас үшін біз кішкене зажигалкамен жандырамыз. Сонда қараңыздар, сіздер чокерді таққан кезде сіздердің мынау застежкаңыз шықпайтын болады, өйткені ол өте надежный тұр, өйткені деп айта бердім, бірақ біз бұл лесканы 3 рет байладық, сосын мұның ішіне бисер кіргізген соң біз бұны поджигать еттік. Осындай болды. Біз лескаға өзіміздің мойнымыздың сантиметріне қарай чокер жасайтын боламыз. Мысалы, менде 36 сантиметр, бірақ сіздер сантиметрмен санамай-ақ, просто примерить етіп көріп, өздеріңіздің размерлеріңізге жасап қоясыздар. Мен бисер салдым, астына түсіреміз. Осылай бисерді соңына дейін жасайтын боламыз. Соңына дейін дегенде, ол біздің мойнымыздың сантиметріне қалай айтсам болады. Біз осылай мойнымыздың размеріне қарай жасаймыз. Бірақ жасаған кезде сіздерде кішкене пространство орын қалу керек мойныңызда. Өйткені сіздер прям точно жасайтын болсаңыздар, сіздер қылқын қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан кішкене бос орын қалдырыңыздар. Жартысын толтырдық. Енді мен сіздерге толтырған кезде келетін боламын. Міне мен мойным размеріне қарай жасадым. 36 сантиметр болды. Қазір енді біз мынандай домалағын қоятын боламыз. Осындай домалақ болады. Енді біз кіргіземіз ішіне. Мен бірақ бұны дұрыс тағымай, тағылғанша тағым. Осылай. Ең артына апарамыз. Біз осылай 3 рет айналдырамыз. Мынау кольцоның, кольцо деп айтсам болады. Лесканы өйтіп айналдырамыз былай. Көрдіңіздер ме? Айналды. Енді мынау лесканы мына жердегіндей 10 шақты бисердің ішіне кіргіземіз. Осынша бисерға салсақ жетеді деп ойлаймын. Енді біз бұны подтягивать етеміз, потому что ол шығып тұратын болады. Осылай. Енді біз бұны қырқамыз. Қырыққаннан соң сол қалған лесканы поджигать етеміз. Бірақ осторожно болыңыздар, өйткені сіздер қолдарыңызды кетіріп алуыңыз мүмкін. Либо чокеріңізді құртып алуыңыз мүмкін. Сол үшін осторожно болыңыздар өте. Қазір мен осы чокерді өзім мойныма киіп сіздерге көрсететін боламын. Бізде осындай өте керемет чокер шықты. Просторный, әдемі, барлық луктарыңызға келе беретін болады. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздерге менің видеомды лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де менің жаңа шыққан видеоларымнан қалып қоймас үшін подписка жасап, колокольчикті басып кетіңіздер.